Менің есімім Манапова Лилия Викторовна. Мен 1994 жылы Бестөбе кентінде дүниеге келдім. Әкем Виктор, анам Мениса, ұлтым менің поляк. Қазақ тілінде 2001 жылда үйренуге бастадым. Сол кезде бізге жаңа көршілер көшіп келді. Оларда қыз бала болды. Онымен сөйлесу үшін, ойнау үшін қазақ тілін ол қыздан үйрендім. Ең бірінші үйренген сөздерім ол: Аида, ойнайсың, қалың қалай, не істеп жатырсың? Содан кейін мектепке барған кезде менімен қазақ тілі мұғалімі Гүлзинеп Қатаевна жұмыс істеп, әрі қарай қазақ тілін үйренуге көмектесті. Орта буынға келген кезде менде қазақ тілі мұғалімі Күлшат Шамерденова болды. Ол кісі әртүрлі олимпиадаларға, конкурстарға қатыстырды мені. Қазақ тілін одан сайын көп үйрендім. Және де үлкен сыныптарға келген кезде Анаргүл Ликенова ары қарай қазақ тілін үйретті, олимпиадаларға қатыстырды, конкурстарға қатыстырды. Одан кейін жоғары оқуға да түстім. Жоғары оқуда қазақ тілін өте жақсы меңгердім, өйткені көп іс-қағаздар болды. Қазақ тілінде жазу керек еді. Барлық емтихандарды қазақ тілінен 5-ке тапсырып, өте көп алғыс сөздерді естідім мұғалімдерден. Өйткені басқа ұлт болып, қазақ тілінде жақсы сөйлеп, өте таза жазып, қатесіз жазып, және де қатесіз сөйлеп, акцентсіз сөйлеп қазақ тілінде, сол мұғалімдерден көп алғыс естідім. Одан кейін бірінші жұмысқа кірген кезде қазақ тілін білгенім үшін полковниктерден өте көп алғыс естідім, өйткені әскери жұмыс істедім. Қазақстан көп жерінен қазақ ұлтты сарбаздар келді. Солармен сөйлесу үшін қазақ тілін маған көмектесті. Одан кейін басқа оқуға түстім, педагогикаға түстім. Енді қазіргі уақытта Бестөбе кентінің нөмір 2 жалпы орта білім беретін мектебінде жұмыс істеймін. Әлеуметтік педагог ретінде қазақ сыныптармен де жұмыс істеймін, және де орыс сыныптармен де жұмыс істеймін. Қазақ тілін білгенім үшін өте ризамын. Өйткені қазіргі уақытта әртүрлі іс-қағаздар барлығы қазақ тілінде болып жатыр. Сондықтан барлығына да қазақ тілін үйреніңдер. Ол сізге өміріңізде өте көп жақсылық алып келеді.